Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге жайма қамыр немесе тұмар қамыр деп те аталынады. Ешқандай кеспей, бүтін күйі морозильникте қалай сақтау әдісімен бөлісетін боламын. Сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Сол себепті видеоның соңына дейін қарап, және достарыңызбен бөлісіп қолдап қойыңыздар. Ең алдымен бізге жылы су қажет болады. Судың граммын барлығын описание бөліміне қалдырдым. Оның үстіне шай қасық пен 2 ас қасық тұзымызды қосып, және жұмыртқадан 2 дана пайдаланамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Толық араласып болғаннан кейін кеңірек ыдысымызға барлығын құятын боламыз. Оның үстіне сұйық майымыздан 3 ас қасық құямыз. Ас қасықпен өлшесеңіздер болады. Ал енді мен бұл жерде цесна ұнын пайдаланып жатырмын. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі, ұнның да граммын описание бөліміне жазып қалдырдым. Ұнымызды сұйықтығымызға қосып, жақсылап тұрып қамырымызды илеп бастайтын боламыз. Бастапқы кезде сәл қаттылау болып басы бірікпейді. Жақсылап жұмыс жасасаңыздар, қайта-қайта иін қандырсаңыздар, қамыр өте әдемі болып бірігеді. Және бір қолдарыңызбен осылай ыдыстарыңызды тап-таза қойсаңыздар да болады. Осылай ие қанып басы бірігіп бастаған кезде столдың үстіне қойып, тағы да 10-15 минуттай жұмыс жасайсыздар. Қайта-қайта иін қандырасыздар. Ие қанған қамыр өте әдемі болады. Мінекей басы бірігіп, орташа көлемде қаттылықта дайын болды. Міндетті түрде пакетке салып, кемінде 30 немесе 20 минутқа демалдыруға қалдырыңыз. Қамыр міндетті түрде демалуы керек. Демалған қамыр өте әдемі болып, сізге ешқандай қиындық тудырмайды жұмыс барысында. 20-30 минут өткеннен кейін қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Мінекей арасын қараңыздаршы. Енді 2 қамырымызды кезек-кезек жақсылап тұрып жайып шығатын боламыз. Бірінші қамырымызды жайып жатқан кезде екінші қамырымызды пакетке орап бір жетке алып қоямыз. Бетін ашық қалдырмаңыз. Ал енді ұнды бастапқы кезде молынан қосасыздар, жабысып қалмас үшін. Соңында ұнды пайдаланудың да керегі жоқ. Видеодағыдай жайлап тұрып домалақтап бастайсыздар. Ескертетін жағдай, оқтауды қамырмен жайып жатқан кезде ортасын қолдарыңызды апармаңыздар. Тек екі шетінде болсын. Сонда қамыр бір қалыпты чүп-чұқа болып жайылады. Дәл осы видеоның описание бөлімінде қамырды қалай нөлден жаюға болады туралы сіздерге шағын видеом бар. Сол жақтан көрсеңіздер де болады. Мінекей бөже біздің қамырымыз бір қалыппен әдемі болып жайылды. Осылай сіздерде де дайын болады. Біздің қамырымызды осы күйі тамаққа қосып пісіріп алсаңыздар болады, немесе енді сақтайтын болсаңыздар, ең алдымен осындай киімге арналған чехол қажет болады, пакет. Бұны сіздер посуда сататын магазиндерден таба аласыздар. Бар жоғы 500-600 теңге көлемінде осындай чүп-чұқа болады. 2 бөлікке бөліп аласыздар. Асықпай ұқыпты қылып, қайсысы сізге ыңғайлы, пышақ болса пышақ, қайшы болса қайшымен бөліп аласыздар. Пакетті жайып, оның үстіне чұқа етіп, көп емес сәл ғана чұқа етіп, ұнымызды сеуіп шығамыз. Одан кейін барып пакетті ыңғайлап қойып, біздің қамырымызды үстіне орналастыратын боламыз. Теңдей қылып орналастырасыздар. Мінекей барынша көрсетуге тырыстым. Қамырды үстіне қойып болғаннан кейін пакет осылай жеріліп қалуы мүмкін. Жақсылап қойып, ең бірінші артық жерін осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай пакеттің өзін ғана қайырасыздар. Екі шетінде дәл солай жасайсыздар. Содан кейін ғана барып, бірінші ораған шетімізден тағы да үстіңгі бөліктен ортасына дейін алып келесіздер. Пакетпен бірге ажырап кетпесін, сол жағында байқаңыздар. Екінші бетінде дәл солай алып келесіздер. Екеуін теңестіресіздер. Енді екінші қамырды бірінші қамырдың үстіне қоясыздар. Және видеода көріп тұрғандарыңыздай екі басын біріктіріп, одан кейін бірінің үстіне бірін қоясыздар. Міне осымен біздің қамырымыз осылай дайын бола қалады. Ал ескертетін жағдай, тағы да қыздар, қамырды морозильникте сақтайтын болсаңыздар, осы күйі тегіс жерге қойып сақтайсыздар. Пісіретін кезде холодильниктен, яғни морозильник тоңазытқыштан алып, жарты сағат немесе 45 минут бұрын шығарып қоясыздар. Уақыт өте келе біздің қамырымыз босайды, және сол кезде кесіп алып, еттің сорпасына пісіріп алсаңыздар болады. Алдағы ендігі видеода сіздерге
дәл осы қамырды морозильниктен шығарып етке салып жатқанымды көрсетіп бөлісетін боламын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде осы әдіс бойынша жасап көріңіздер. Егер видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп подписация бөлімін басып, осы видеоны достарыңызға жіберіп қолдап қойыңыздар. Қазақша каналдың YouTube арнасына дамуына үлес қосып, барынша қолдап қойсаңыздар. Сіздермен болған Назерке. Алдағы уақытта түрлі керемет рецептермен бөлісемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.